Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырып мынау алтын қоңыздың қалай қолданылу жөніндегі арнайы видео болмақ. Мен әдетте барлық адамға 40 штук санап беремін. Осы алтын қоңыздан бір адамға сол норма жеткілікті. Бірінші күні таңертеңгісін аш қарынға тамақтанардан бір 30 минут бұрын жылы сумен осы алтын қоңыздың бір штугін алып, мынандай қанаттарын жұлып тастайды. Қанаттары мүлдем қажет емес. Қалған бөлігін жақсылап ұнтақтап, қолмен или басқамен ұнтақтайсыздар ма білмедім. Жақсылап ұнтақтап, жылы сумен ішересіздер. Мен енді қазір қолмен ұнтақтадым, сіздер негізінде жақсылап ұнтақтадыңыздар. И осыны ішесіздер таңертеңгі аш қарынға. Осы қолданылуы бар болғаны. Ал ары қарай маған көрсетілген номерге хабарласып, қолданылу ретін мен айтып отыратын боламын. Яғни әбетте әсер беріп жатса, я болмаса кешкісін әсер беріп жатса, маған хабарласасыздар, я болмаса WhatsApp-тан жазсаңыздар, мен ары қарай ертесіне шөуге көтереміз или тоқтатамыз, демалатын күндер бар дегендей, оның барлығын мен айтып отыратын боламын. Енді бұл қалай әсер етеді деген сұрақ автомат түрде туады. Бұл қалай әсер етеді дегенде әркімде әрқалай. Основном енді зәр арқылы бұл тазалайды, жаңа суықты, инфекцияны барлығын. Біреулерде енді іріңді сияқты қылып шығарып жатады, кейбіреулерде естіп жатқан шығарсыздар, қан аралас сияқты дейді. Ол қанның түсі болып жату, ол инфекцияның көп болуы салдарынан солай тазалай бастайды. Осы алтын қоңыздың қолданылуы. Егер де сіздер емделіп бастаймын десеңіздер, көрсетілген номерге хабарласыңыздар, емді бастаңыздар.